Қайырлы күн достар. Бүгін ферритин туралы сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз. Ферритин ол не? Нормадан жоғары, төмен болса не істеу керек? Ферритин ағзадағы темірдің қоры. Ол темір жетіспеушілігінің ең нақты көрсеткіші. Нормадан жоғары болса, қабыну бар ма анықтаймыз. Өйткені ферритин нормадан жоғары болса, жедел фаза ақуызы. Нормадан төмен болатын болса, бұл темір қоры аз деген сөз. Темір тапшылығы анемияға бару мүмкін. Симптомдар: шаршау, жиі ауыру, ұйқысыздық, шаштың түсуі, салқын қояқ. Не істеу керек? Дәрігердің кеңесін қажет етеді. Дәрігер темір тапшылығының себебін анықтайды және дұрыс тактика ұсынады. Қандай темір керек? Таблетка, бұлшық етке, әлде вена арқылы? Қай форма тиімді әрі қауіпсіз? Қан таудаларын қай уақытта және қаншадан кейін қайта тапсыру керек? Темірді өз бетінше қабылдау қауіпті болуы мүмкін. Артық темір ағзаға зиян. Тек дәрігер ұсынған дозада бақылаумен қабылдау қажет. Ішкі қабыну бар ма? Калпротектин арқылы анықтаймыз. Өйткені ішкіземін десеңіздер, калпротектин норма болу керек. Нормадан жоғары болатын болса, бірінші ішек бауырмен жұмыс жасап, емдеп, одан кейін ішкізуге болады. Балдарымыз ауырмасын.